Қайырлы күн балалар, бүгін біз жыл бойы өткенді қайталаймыз. Не үйрендік, не білдік еске түсіретін боламыз. Алдымен суреттердегі тағамдардың қайсысы пайдалы, қайсысы зиян? Бұл тағамдардың пайдалы болса, қандай пайдасы бар екенін еске түсіріп көр. Және зиянды тағамдардан біздің ағзамызға қандай зиян келтіретінін еске түсіріп көр. Сосын мақал мәтелді оқып, мағынасын айтып көрейік. Қанағат қарын тойғызады деген мақалды қараңдар. Сендер естеріңде ме? Құмырсқаның қанағаты деген әңгіме оқығанбыз. Құмырсқа жыл бойы бір ғана дәнді қанағат етіп қарын тойғызып келгенін естеріңде ме? Кез келген адам барлық нәрсеге қанағат етіп үнемдеп жұмсау керек. Ал өзі тойса да көзі тоймайтын мына суретті қойып қойдым, келісесіңдер ме? Өзі тойса да көзі тоймас деген ол бар болса да бөліскісі келмейтін. Үйінде бар болып тұрса да қайта-қайта қос-қос зат сатып ала беретін. Ол жаман әдет. Сондай әдеттен сақ болыңдар. Керек тастың ауырлығы жоқ. Мен білімді қойдым, кітапты қойдым. Балалар, бізге керек білім. Қанша білім көп жинасақ, бізге ол ауырлық етпейді, қайта өмірімізді жеңілдетуге көмектеседі. Ал сендер осы мақал мәтелдерді қалай талдар едіңдер? Ойланыңды, пікірлеріңді айтыңдар немесе жазыңдар. Енді суреттерге қарап жеке бас гигиенасын еске түсіріңдер. Гигиена деген тазалық деп әңгімелескенбіз. Мына суреттер бойынша ереже құрастырып көріңдер. Барлық сурет бізге тазалыққа шақырып тұр. Кез келген суретке қарап ереже сөйлем құрастырып достарыңа немесе мұғалімдеріңе айтып беріңдер. Сен жеке бас гигиенасын өте жақсы білесің деп ойлаймын. Сосын бізде тірек сөздер берілген. От, алау, саз балшықтан жасалған ыдыс, садақ пен жебе, сал мен қайық. Бұл сөздер бізге ежелгі адамдардың өмірлері қалай өзгергенін еске түсіретін тірек сөздер болып тұр. Ендеше ежелгі адамдар туралы мәтін құрастырып көріңдер. Сосын менің құрастырған мәтінімді оқып көріңдер дауыстап. Балалар, біз әлем валюталарымен танысқанбыз, және өзіміздің еліміздің валютасын жақсы білеміз. Қазақстан Республикасының ақшасын тауып көр. Мына ақшалардың ішінде қай жерде біздің Қазақстан Республикасының валютасы тұр? Сен оның қай кезде, қалай, не үшін сондай бейнеленгенін мына сілтеме арқылы көрсең болады. Қазақстан валютасы бірінші тұр, көріп тұрсыңдар. Купюраларды, монеталарды біз математика сабағында да қолданып, танысып үлгердік. Енді мына белгілер нені білдіретінін досыңа түсіндіріп көр. Әрбір белгі бізге табиғатта өзімізді қалай ұстау керектігімізді ескертіп тұр. Досыңмен немесе парталасыңмен осы шартты белгілер туралы әңгімелесіңдер. Табиғатты аялау туралы мынау белгілерді есте сақтап алыңдар. Ешқашан табиғатқа зиян келтіруші болмаңдар. Қайта табиғатты аялап, құрметтеп, кез келген жәндіктер мен өсімдіктерді аялайтын болсақ, біздің айналамыз өте тамаша болады. Сосын балалар, мына оқулықтарында берілген тест тапсырмаларын орындап, жауаптарын комментарийге қалдырыңдар. Жазғы демалыстарыңды көңілді өткізіңдер. Сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Келесі жылы кездескенше сау болыңдар балалар.